Атом электр станциясы. Жақында дәлірек айтсақ, президентіміз Тоқаев Ресейге жұмыс сапарымен барған кезде Ресей тарапынан бізге атом электр станциясын салуға көмек беру туралы ұсыныс түсті. Бұл хабарды халық әртүрлі қабылдады. Кейбірі Чернобыль болмауына кім кепіл деп теріс қабылдаса, кейбіреуі оң көзбен қарады. Мен де екінші топтағыларданмын. Қазір неге екенін түсіндірем. Видеоның ең басынан бастап түсіндіріп кетейін. Атом бомбасы және атом электр станциясы екеуі екі бөлек нәрселер. Атом деген сөзге бола байбалам салудың қажеті жоқ. 1945 жылы 16 шілдеде адамзат атом дәуіріне өткен болатын. Сол кезде ақш-тың әскери полигондарының бірінен алғаш рет уран ядросынан энергия алу мүмкіншілігі туды. Бұл энергияның үлкен және орасан болғаны соншалықты оның әсерлерін екінші дүниежүзілік соғыстардан көре аласыз. Сол кезде ешкімде осы бір жарылыстар әлемге жаңа бір бейбіт энергия түрін алып келеді деп ойламаса керек. Атом бомбасының қалай жарылатынын қарайық. Ядролық энергия уран атомын екіге бөлген кезде пайда болады. Сол кезде одан протондар бөлініп шығады. Ол протондар кейін басқа ядроларды бөледі. Ал олардан да энергия бөлініп протондар да шығады. Осылай жалғаса береді. Бұл тізбекті реакция деп аталады. Атом бомбаларында бұл бір мезетте болады. Ойлап қараңыз, бір мезетте өте орасан энергия бөлініп шығу. Бұл шынымен де адам таңғалатын көріністерге әкеп соғады. Бірақ осы тізбекті реакция бір мезетте емес, бірте-бірте болу үшін, яғни жаңағы энергия бір мезетте үлкен жарылыс сияқты емес, жаймендеп шығару үшін атом электр станциялары керек. Әлемде 32 елде өздерінің атом электр станциялары бар, және барлығы дерлік дамыған және дамушы мемлекеттерде. Мысалға алатын болсақ, Францияның 71% электр энергиясы атом электр станцияларына келеді. Өйткені олар бұл энергетика көзінің ең керектісі екенін түсінген. Елдегі жылу электр станцияларындағы көмір және сол сияқты ауа ластайтын ресурстар орнын атом энергетикасымен алмастырған. Білесіз бе? Уран 235-тің 10 килограммнан алынатын энергия 930 вагон көмір немесе 670 цистернадағы мұнайға тең энергия көзін береді. Елестеттіңіз бе? Енді біздің еліміздегі уран мөлшерін қарайық. Қазақстан уран өндіру бойынша әлемде бірінші орында. Жылына 25 мың тоннаға дейін уран өндіре алады. Әлемдегі уран қоры бойынша да екінші орында. Планетамыздағы 13% уран мөлшері дәл біздің Қазақстанда орналасқан деп болжанады. Ақыры бүкіл әлемге уран сатып жатыр екенбіз, таусылып қалмай тұрғанда бізге де пайдасын тигізіп қалу керек емес пе? Тіпті бұл ауызға шайнап бергенмен тең. АЭС салатын болса, уранды басқа елден сатып алмаймыз. Өзімізде бар уранды өзіміз қолданатын боламыз. Бұл керемет емес пе? Пікірлерден көп оқығаным, неге оданда гидроэлектр станцияларын немесе күн панельдерін, жел электр станцияларын салмайды дейді. Ең алдымен гидроэлектр станциялары биологиялық және физикалық апаттар көп әкеледі. Зияны көмірткімен бірдей болмаса да, табиғи су қоймаларын антропогендік факторлармен өзгертіп, айтарлықтай зиянын тигізе алады. Және Қазақстанда онсыз да 15%-ға жоқ энергия гидроэлектр станцияларынан алынады. Ал күн панельдеріне келетін болсақ, олар өте қымбат. Панельдің өзін тұрғызу, батарея сымдары орналасу орасан зор қаражатты қажет етеді. Сондықтан да әлемде бұл энергия ресурсы аз қолданылады. Негізінен болашақ энергия түрі деп айтқанымыз жөн болар. Бірақ дәл қазіргі сәтте ең қолайсыз ресурс Қазақстан үшін. Жел энергиясыныкі де бағаға кеп тіреледі. АЭС-терге қарағанда едәуір қымбат. Оның үстіне табиғатқа, ауа райына тәуелді. Бүкіл жыл бойы жел болады деп ешкім кепілдік бере алмайды. Бұл да күн энергиясы сияқты болашақтың энергия көзі. Қазіргі емес. Ал АЭС, Ресей өзі көмектесейін деп тұрғанда қолда бар мүмкіндікті пайдаланып қалуымыз керек. Мамандар қажет болатыны рас, бірақ үлкен плюсы бар ғой. Қазақстандық жастар Ресейден курс алып келіп, сол жақтағы алынған біліммен өзімізде жұмыс істейтін болады. Бұл тоқыған адамдарға қосымша еңбек ресурсын арттыру. Елімізге шынымен де білімді жастар керек. Ал саяси жағдайдан ойлайтын болсақ, Ресей АЭС-ті тек қана бізге салып берейін деп жатқан жоқ. Немесе тек қана Өзбекстанға емес. Бұдан басқа Ресей, Бангладеш, Түркияда, Венгрияда, Египетте, Қытайда, Финляндияда атом электр станцияларын ресейлік технология бойынша салып жатыр. Сондықтан бұл салада Ресейдің тәжірибесі өте мол.
ой ресейлік екен демек сапасы нашар дегенде қате пікір. Себебі 2017 жылы Ресей жылдам нейтрондармен жұмыс жасайтын реактор шығаратын жалғыз мемлекет болып саналынды. Бұндай реакторлар кәдімгі реакторларға қарағанда уранды аз тұтынады және сонысымен де пайдалы. Сондықтан Ресейдің технологиясын менсінбегеніміз ақымақтық сияқты. Ресей басқа жақтардан дамушы болғанымен, кеңестік республикадан қалған бұл технологиялық спектр Ресейді көшбасшылардың бірі ете алады. Тағы да бір мәселе, ол Қазақстан онсыз да энергетикадан тарлық көріп жатқан жоқ қой. Неге ақша шығындайды деген пікір. Негізінен дұрыс пікір, бірақ біз болашағымызды да ойлауымыз керек сияқты. Әлем күн сайын дамуда, біз сол бір бүкіл энергетиканың 80%-ын құрайтын көмірмен жағылып алынатын энергияны тұтынып шүкір деп отыра берсек, әлемдік дамудан қорғаламыз. Бізге де алға жылжу керек. Сол жылу электроэнергетика көздерін азайтып, экологиялық апаттардан сақтап, атом электростанцияларына кезекті берген жөн сияқты. Энергетика министрлігі де өте қолайлы жерді таңдап отыр. Үлкен ауылы табиғи апаттардан алыста орналасқан. Жер сілкінісі, цунами, ураган, торнадо деген апаттар жоқ. Бұл үшін пайдаланатын су көзін дәл қасындағы балқаштан алуға және суды қайтадан құюға болады. Өйткені станциядан шығатын қоқыс су ол кәдімгі ешқандай радиациясыз таза су. Бұларға қоса көбісі Чернобыль мен Фукусиманы айтып жатыр. Қарастырайықшы, Чернобыль апаты адам факторінен орын алған болатын. Ал қазіргі АЭС-тер толықтай дерлік автоматтандырылған. Адамның күші тіпті талап етілмейді. Орталықтан компьютер арқылы басқарылады. Оған қоса Чернобыльдегі технология ескі технология болатын. Заманауи мен ескіні салыстыру ақымақтық. Сондықтан да Чернобыльдегі әңгіме бұл бөлек әңгіме. Ал Фукусимаға келетін болсақ, бұл апат табиғи факторларға байланысты болды. Цунамиден қанша жерден мықты мемлекет болсаң да аман алып қала алмас едің. Ал біздің АЭС үлкен деген ауылдың қасына, Балқаш жанына тұрғызылуда. Атап айта кетейін, Балқашта цунами, торнадо, тайфун немесе сондай табиғи апаттар болмайды. Сондықтан энергетика министрлігі қолайлы жерді таңдаған. Енді осы айтылғандарымыздың бәрін сараптап өзіңіз бағасын берерсіз. Құрметті Скавронның көрермендері, сіздер осы видеодан АЭС-тің негізгі пайдалары мен Қазақстанға салыну ең негізгі қолайлы шешім екенін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Ал негізгі сіздерге беретін кеңесім, сіздер қарсы болып жатқандарға беретін кеңесім, сіздер неге қарсысыздар екеніңізді бір қарап сараптап көріңіздер. Сондықтан содан кейін АЭС-тің не екен, оның функциялары, ол қалай жұмыс істейді, ол не вообще, соны қарап біліп алыңыздар деп кеңес беремін. Сондан кейін сіздің ойыңыз өзгеретініне сенімдімін. Өйткені АЭС-тің жасыл энергетика екенін, неге Францияның 71% энергиясы АЭС-тен келетін түсінесіздер деп ойлаймын. Оған қоса Ресейдің өзі жыл сайын АЭС-тен келетін энергетиканы көбейтіп жатыр. Қазіргі таңда 20%-ға жетті деп ойлаймын. 20%-ға жетті. Және АЭС салынса, Алматыдағы ТЭЦ-терді жабуы мүмкін. Ал Алматыдағы ТЭЦ-тер жабылса, Алматыны экологиялық апаттардан сақтап қаламыз. Өйткені лас ауаны азайтамыз. Оған қоса АЭС-ті бүгін салмайды, или ертең салмайды, бір жылдан кейін салмайды. Ол 10 жылға дейін салынатын шаруа, яғни бүгін салынса, бүгін басталса, 2030-ға дейін салынып бітіріледі. Ал 2030-ға дейін салынып бітірілсе, 2030-да бізде көмір, мұнай тапшылығы басталуы мүмкін. Ал бұл басталса, біз келесі этаптарға дайын болуымыз керек. Ал келесі этаптар бізде АЭС, яғни атом электростанциялары, уранды қолдану арқылы энергетика көздерін табу болуы мүмкін. Өйткені күн, жел, гидроэлектростанциялар қазіргі таңда өте қымбат және оны қолдану өте қолайсыз. Сондықтан біз АЭС-терді де салуымыз керек. Өйткені күн, жел энергетикаларын көрдіңіздер деп ойлаймын. Олардың зияндары өте көп екенін білесіздер. Оған қоса пайдалы әсер коэффициенті АЭС-тен өте төмен.
Бұны энергетика мамандары түсінеді деп ойлаймын. Содан кейін астыда Атамекен бизнеске берген энергетика вице-министрінің сұхбатын қалдырып кетем. Міндетті түрде қараңыздар, өйткені оны көріп, одан кейін тағы түбегейлі өзгеретініне сендім. Және бұған қоса сіздерге ескерте кетейін, бұл әлі қабылданбаған шешім. Жай ғана жаңағы Путинмен кездесуден кейін даурығып кеткен, халық арасына тарап кеткен, халық байбалам салып атқан шешім. Ал негізі энергетика министрлігі оған дейін ол туралы аз қарастырған, яғни шешім қабылданбаған. Әлі қарастырылып жатыр, саламыз ба, салмаймыз ба, сондықтан көп не қылмай қойыңыздар. Байбалам салмай қойыңыздар, бұл әлі қабылданбаған шешім. Қабылданғанның өзінде де аяз салса бізге өте пайдалы жақтары өте көп екенін көрдіңіздер деп ойлаймын видеодан. Жаңағы ютубтағы басқа провокаторлық видеоларға, провокациялық видеоларға сене бермеңіздер. Ол жақтағы Челябинск пен Фукусима мен атом бомбасымен салыстырып жатыр. Олар не екенін, вообще АЭС-тің не екенін түсініп жатқан жоқ, сондықтан оларға сене бермеңіздер. Өйткені олар білмеймін, олардың видеоларын көбісін қарадым, қарсы видеоларды, жаңағы АЭС-ке қарсымыз анау-мынау деген видеоларды қарадым. Олардың барлығының аргументтері негізсіз. Яғни құлаққа лапшаны іле берген, ол жақта бірде-бір қарсы екендеріне бір негіз келтірмеген да, сондықтан ютубтағы провокациялық видеоларға сене бермеңіздер. Ал мен өз басым АЭС-ке АЭС-ті қолдаймын, өйткені біз Қазақстанға пайдалы жақтары өте көп.